Біздің елге жеке тұлғаны банкротство жасау заңын қабылдау керек. Сіздермен бірге заңгер Шыныбаев Марғұлан. Бұл банкротство туралы не үшін тақырыпты қозғап отырмын? Бәріміз білеміз, осы аптада дүйсенбі күні не болғанын, иә? Яғни кредитке белшесінен батқан адам банк сотқа береді, сыртта сот шешімі шығады. Сот шешімінің негізінде сот орындаушы жаңа мүлікті бағалайды, өте аз бағаға. Сөйтіп, сол мүлікті 2 есе емес, жарайды 2 есе, 3 есе арзан бағасына біреуге сатып жібереді. Сатып алушы келеді де үйді босат дейді. Ал қарапайым адам, жаңа кредит алған адам үйінен айырылып жатыр. Оның үстіне тағы да 20 миллион теңге қарыз болып қалады. Әділетті ме бұл? Қалай ойлайсыздар? Менің ойымша жоқ. Бұнда жағдай болып жатқан өте көп. Біз осы жұма күні ғана, жаңағы инцидентінің алдында ғана осыны іске барғанбыз. Дүйсенбі күні не болды? Сот орындаушыны атып тастады. Жаңағы борышкер. Участковый келген, атып тастады. Сатып алған адам атып тастады. Қасындағы досын атып тастады. Яғни 4 адам ба, или 5 адам ба, қанша адам өзі қайтыс болды. Бұндай өлім болмас еді, егер сот орындаушы аузын былай ашпағанда. Ең жоқ деген үйдің бағасын адекватно оценка жасап, мүлікті адекватно сататын болса, рыночный бағамен, онда бәрі дұрыс болушы еді. Ал жаңа сатып алған адам бизнес қылып алған, яғни осындай банкте залогта тұрған, осындай кредит төлей алмаған адамдардың үйлерін арзан бағаға алып, перепродажа, сатумен айналысатын адам болған екен. Қаншама үй алып сатқан, қаншама жерлер алып сатқан, барлық статистиканы көргенбіз. 40 ба 50 адам қайта осы аукционның ішінде ұтып алады екен. Басқа адамды ұтпайды. 40-50 адам осы бір жылдың ішінде сот орындаушылар шығарады ғой жаңа аукционға. Аукционды сатып ала береді. Басқа адамдар қайда? 40-50 адам, неге 40-50 адам ғана қатысады деген сұрақ туындайды, иә? Яғни бұл бір ойға алып келеді. Келісіп алған ба деген сияқты. Өзара. Арзан бағаға үй сатып алады. Проблемный кредиттер бойынша кейін жақсы бағаға сатады. Бұл үйді 90 миллион теңгеге жаңағыны сатып алған екен. Ал үйдің бағасы, негізгі бағасы 150-180 миллион. Ең жоқ деген 150-180 миллион рыночный бағасы болса 130 миллионға оценка жасап сатуға болатын еді ғой. Қарызының не бар? 120 миллион. Яғни 120 миллионға оценка жасап қарыз жоқ қылатын болса, жаңағы адам борышкер ешкімді атпаушы еді деп ойлаймын мен. Яғни оны осындай іс-әрекетке итермеледі, осындай іс-әрекет алып келді. Сот орындаушы, банк қызметкерлері жаңағындай осындай іске алып келді. Аяғында немен тыңды? Адам өлімімен тыңды. Ал осындай іс-әрекеттердің болмауы үшін не істеу керек? Россияда заң бар. Жеке тұлғаның, яғни физлицо дейді ғой, мына кәдімгі адамдардың банкротство жариялауы туралы. Егер бізде осы заң қабылданса, мұндай инцидент болмаушы еді. Неге? Түсіндіріп айтайын. Мысалы, мен 50 миллион теңге алдым банктен. Ал үйім, залогқа қойған үйім 30 миллион теңге тұрады. Қазіргі таңда банк қызметкерлері, егер интерес болса әрине, және сот орындаушы біреумен келісіп алып, менің үйімді 20 миллион, болмаса 15 миллионға сатып жіберіп, қалған бәленбай миллионды басын біліп қою мүмкіндігі бар. Яғни бұл сот орындаушыға да выгодно,
сатып алу да выгодно, банкке де в принципе бәрі нормально, иә? Все счастливы. Бір адамнан басқа, борышкерден басқа. Осындай болмаудың амалы банкротство жариялау. Егер банкротство жариялайтын болса, онда жаңа қарыз адамның мүлкін реально рыночный бағасымен сатушы еді. Не үшін? Өйткені 20 миллионға сатса, қалған 30 миллион теңгені банкротство объявлять етіп, ол төлемей қоюға мүмкіндігі пайда болады адамның. Яғни банкротство егер болса, жеке тұлғаның, мысалға мен айтамын, мен банкротпын, мен төлей алмаймын, мені үйімді алыңыздар. Үйін бағалайды, реально бағаға, 20 миллионға. Қалған менде бір 10-20 миллион таңа қарызым бар. 10-20 миллион менің атымда ештеңке жоқ алынады, үйім жоқ, күйім жоқ, бітті. Онда мені банкрот деп қойып, менің атымнан бүткіл қарыздар кетіп, мен банкрот болып аяғы жариялаймын өзімді. Бірақ банкрот болғаннан кейін уже ары қарай оған ешқандай кредит ешкімге берілмейді Россияның заңы бойынша. Бәлембе 10 жылға дейін бе, 15 жылға дейін бе, бәлембе жылға дейін кредит берілмейді ол кісіге. Түсініңіз ғой? Осылайынан егер банкротство болса, жеке тұлғаның осы тығырықтан шығу амалы болушы еді. Бұл қазіргі таңда үлкен проблема. Өйткені сот орындаушының да көзі түсіп отырады жаңағы үйге. Сатып алушының да көзі түсіп отырады жаңағы үйге арзанырақ алу үшін. Банк қызметкерінің өзінің көзі түсуі мүмкін сол үйге арзанырақ алып аламды, сатып жіберем деген. Ал түбінде опық жейтін, көз жасын ағызып жүретін сол борышкер кезінде өз есептемей, өз күшіне дұрыс есептемей сол кредит алып алған. Әрине ол адамдарды ақтай алмаймын, әрине кредит алғаннан кейін оны төлеу керек. Бірақ төлеу керек екен деп бұға берсе сұға беруді болмайды. Сондықтан менің ойымша заңгер ретінде осы Россиядағы заңды бізге көшіріп алып келіп банкротствоны жариялау туралы заң қабылдау керек. Сонда ғана осы проблема шешілуі мүмкін. Оған дейін шешіледі деп ойламаймын. Осындай ақпарат сізге айтқым келгені. Егер ақпарат пайдалы болса, онда лайк, комментарий бассаңыз, және достарыңыз бөлісе отырсаңыз. Көріскенше күн жақсы, сау саламатта болыңыздар.